Қайырлы күн оқушылар, бүгін бізде математика сабағы 2-ші сынып 87-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы қосу мен көбейтудің қасиеттері. Бірінші есеп, мәндері бірдей өрнектерді тауып, мақалдарды оқы. Осы өрнектерді салыстыр. 3 көбейту 2 және 2 көбейту 3 екеуі тең болады. Мәндері 6-ға тең болады. 3 көбейту 2-де спорт деген сөз жазылған, 2 көбейту 3-те денсаулық кепілі, яғни спорт денсаулық кепілі деген мақал шығады. Келесі 62 қосу 38 100 шығады. 38 қосу 62 100 шығады. Енді 62 қосу 38-де бізде денсаулық деген сөз жазылған, 38 қосу 62-де зор байлық деген жазылған. Сонда бізде денсаулық, зор байлық деген мақал шығады. Келесі А қосу 500 тең 500 қосу А тең болады. А қосу 500-де тені саудың деген сөз жазылған. 500 қосу А дегенде бізде жаны сау деген сөз жазылған. Сонда дені саудың жаны сау деген мақал шығады. Келесі 4 көбейту 3 12, 3 көбейту 4 12 болады, яғни екеуі тең болады. 4 көбейту 3-те шынықсан, 3 көбейту 4-те шымыр боласын деген сөз шығады. Сонда шынықсан, шымыр боласын деген мақал болады. Келесі есеп, өрнектердің мәнін тиімді тәсілмен есептеп тап дейді. Бізде 73 қосу 9 қосу 7 өрнегі берілген. Оны тиімді тәсілмен шығаратын болсақ, жақшаның ішіне 73 қосу 7 деп аламыз. Бізде 80 шығады. Жақшаның сыртында оған 9-ды қоссақ 89 шығады. Келесі 30 қосу жақшаның ішінде 70 қосу 3 деген өрнек берілген. Бұны тиімді тәсілмен шығаратын болсақ, ең алдымен жақшаның ішіне 30 қосу 70 деп аламыз, 100 шығады. Жақшаның сыртында қосу 3, сонда мәні 103-ге тең болады. Келесі өрнек бізде 4 қосу 6 қосу 26. Бұны тиімді тәсілмен шығаратын болсақ, жақшаның ішіне 26 қосу 4 деп аламыз. Бізде 30 шығады. Жақшаның сыртында қосу 6, мәні 36-ға тең болады. Үшінші есеп. Әр сурет бойынша 2 көбейтінді құр. Көбейтінділердің мәндерін салыстыр. Бірінші суретке қараймыз, қатар бойынша бізде 5 қатар берілген, баған бізде 3 берілген. Енді кез келген 2 көбейтінді құр дейді. 4-ті 3-ке көбейтеміз, бізде 12 болады. Енді көбейткіштердің орнын ауыстырамыз. 3-ті 4-ке көбейтеміз, бізде мәні 12-ге тең болады. Яғни көбейткіштердің орнын ауыстырғанмен көбейтіндінің мәні өзгермейді. Келесі суретке қараймыз, бізде қатар 5, баған 4. Енді 5-ті көбейтеміз 4-ке. Яғни қатардағы санды бағандағы санға көбейтеміз, бізде 20 шығады. Енді орындарын ауыстырамыз, көбейткіштердің 4-ті 5-ке көбейтеміз, бізде мәні 20-ға тең болады. Келесі сурет бізде қатар 5 берілген, баған 3 берілген. Қатармен бағандағы көбейтеміз, 5-ті 3-ке көбейткенде 15, көбейткіштердің орнын ауыстырамыз, 3-ті 5-ке көбейткенде 15 шығады. Енді мәндерін салыстыр дейді. Салыстырғанда, яғни көбейткіштердің орнына ауысқанмен мәндері бірдей болады. Сонда салыстырғанда екеуі тең болады. Берілген ережені жаттап есте сақтаймыз. Қосу мен көбейтудің қасиеттерін әріпті теңдік түрінде жазуға болады. Кез келген А және Б сандары үшін А қосу Б тең Б қосу А, және А көбейту Б тең Б көбейту А. Кез келген А, Б және С сандары үшін жақшаның ішінде А қосу Б, жақшаның сыртында қосу С тең А қосу. Жақшаның ішінде Б қосу С тең, жақшаның ішінде А қосу С, жақшаның сыртында қосу Б. Яғни бұдан шығатын тұжырым, қосылғыштардың орны ауысқанмен қосындының мәні өзгермейді. Және де көбейткіштердің орны ауысқанмен көбейтіндінің мәні өзгермейді. Бесінші есеп, өрнектерді салыстыр. 46 қосу Б, Б қосу 48 берілген. Яғни Б мен Б екеуі тең болады. Енді 46 мен 48-ді салыстырсақ,
б қосу 48 бізде артық болады. Келесі жақшаның ішінде б қосу 13, жақшаның сыртында қосу 27. Екінші өрнек 39 қосу, жақшаның ішінде б қосу 27 берілген. Бұл жерде де б мен б тең болады, 27 мен 27 тең болады. 13 пен 39-ды салыстырамыз, сонда бізде 39 қосу жақшаның ішінде б қосу 27 өрнегі артық болады. Келесі б көбейту 5, 5 көбейту б берілген. Яғни көбейткіштердің орнына ауысқанмен мәні тең болады, яғни екі өрнек тең болады. Келесі 3 көбейту 4, келесі өрнек 4 көбейту 2. Яғни бұл жерде 3 көбейту 4 бізде артық болады, себебі 3 артық 2-ден, ал 4 екеуі тең болады. 6 көбейту 5, келесі өрнек 7 көбейту 5. Бұларды салыстырсақ, 5 пен 5 бізде бірдей тең. 6 мен 7-ні салыстырамыз, 7 көбейту 5 өрнегі артық болады екен. 6-шы есеп. Есепті кесте құрып шығар. Мектептің спорт залына әр жәшікте 9-дан 45 спорт құралдары сатып алынды. Неше жәшік спорт құралдары сатып алынды? Кесте сызып аламыз. Бірінші бағанға спорт құралдары деп жазамыз, оның астына қатарына 45 деп жазамыз, яғни спорт құралдары жалпы 45. Екінші бағанға әр жәшікте деп жазамыз, яғни әр жәшіктің ішінде 9 спорт құралдары салынған. Үшінші бағанға бізде жәшік саны нешеу, яғни жәшік саны бізде белгісіз, сұрақ белгісін қоямыз. Шешуі әр жәшіктің санын табу үшін 45-ті 9-ға бөлеміз, бізде 5 шығады. Жауабы 5 жәшік спорт құралдары сатып алынды. 7-ші есеп. Амалдардың белгісіз компоненттерін тап. Бізде 28 шығу үшін бұл жерде 4-ті жазамыз, яғни 8-ге 3-ті көбейткенде 24, 24-ге 4-ті қоссақ 28 болады. Келесі 6-ға 3-ті көбейткенде 18, 18-ге 2-ні қосқанда 20, яғни бізге 20 шығу үшін 4-ті 5-ге көбейтеміз. Келесі 4-ті 5-ге көбейткенде 20, бізде 20 шығу үшін 5-ге 4-ті көбейтеміз. 16-ға 0-ді қосқанда 16 шығады. Бізде 16 шығу үшін 2-ні 8-ге көбейтеміз. 8-ші есеп. Өрнектердің мәнін тап. А нұсқасы. 64 қосу 8 қосу 26 тиімді тәсілмен шығарамыз. Жақшаның ішіне 64-ге 26-ны қосамыз, бізде 90 шығады. Оған 8-ді қоссақ 98 болады. Келесі есеп. Жақшаның ішінде 32 қосу 15, жақшаның сыртында қосу 25. Бұны да тиімді тәсілмен шығарамыз. Ең алдымен жақшаның ішіне 15-ге 25-ті қосып аламыз. 40 шығады. 40-ға 32-ні қоссақ 72 шығады. Келесі ә нұсқасы салыстыр. А көбейту 2 және 2 көбейту А бізде тең болады, яғни кіштердің орнын ауыстырғанмен көбейтінінің мәні өзгермейді. Келесі 200 көбейту 4. Келесі өрнек 4 көбейту 100, яғни 4 пен 4 тең. 200 мен 300-ді салыстырғанда 4 көбейту 3 өрнегі артық болады. Келесі өрнек 7 көбейту 2 қосу 7, яғни 7-ге 2-ні көбейткенде 14, 14-ге 7-ні қосқанда 21 шығады. 7-ні 4-ге көбейтсек 28, яғни 7 көбейту 4 өрнегі артық болады. Келесі өрнек б көбейту 3 азайту б. Бізде б көбейту 3 болады, одан б-ны азайтқанда б көбейту 2 болады. Яғни б көбейту 2-мен тең болады. Келесі 9-шы есеп. Ойлан, тап. 2-ні 4 рет қолданып 0 санын қалай шығарып алуға болады? 2-ге 2-ні қоссақ бізде 4 шығады. 4-тен 2-ні азайтсақ 2, 2-ден 2 азайтсақ 0 шығады. Келесі мысал. 2-ні 2-ге көбейтсек 4, тағы да 2-ні 2-ге көбейтеміз 4, 4 пен 4-ті азайтқанда 0 шығады.